Баршаңызға сәлем, құрметті достар. 9 сыныптың химиясы 55-ші параграф қаныққан көмірсутектер тақырыбы бойынша үй тапсырмасын шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз: қандай көмірсутектер қаныққан деп аталады және себебі неде? Қаныққан көмірсутектер дегеніміз құрамында дара байланысы бар, яғни көміртектер бір-бірімен дара байланыстар арқылы байланысқан қосылыстарды біз қаныққан көмірсутектер деп атайды екенбіз. Мысалы қараңыздар. Сіздерге қазір жазып көрсетемін. Яғни көміртектердің арасындағы байланыста тек қана дара байланыс, яғни бір ғана байланыс болатын болса, ондай көмірсутектерді біз қаныққан деп атайды екенбіз. Екінші сұрағымыз: қаныққан көмірсутектердің жалпы формуласы қандай? Жалпы формуласы CnH2n плюс 2, яғни n деген жерге өзіміз сандар қоямыз. Үшінші сұрақ: формулалары берілген қосылыстардың қайсысы қаныққан көмірсутектерге жатады? Бұл жерде С8H18, С3H8, С20H20, H42 көмірсутектері қаныққан көмірсутектер болып табылады. Радикал деген не? Келесі алкилдерді атаңдар дейді. Радикал дегеніміз бір сутегісі кем болады. Мына жерде бірінші радикалымыз этил радикалы деп аталады. Яғни этанның формуласы С2H6 болса, ал этилдің формуласы С2H5, яғни бір сутегісі кем болады. Этандағы ан жұрнағының орнына ил жұрнағы жалғанады. Ал екінші алкилымыз, радикалымыз, ол бізде С3H7 пропил деп аталады, С4H9 ол бутил радикалы деп аталады. Формулалары берілген алкандарды халықаралық номенклатура бойынша атаңдар. Бірінші біздің қосылысымыздың атауы ол 2,3-диметилпентан деп аталады. Ең әуелі біз ең ұзын тізбекті тауып аламыз. Бізде бұл тігінен орналасқан екен, ең ұзын тізбек. Ал енді осы тізбекке жатпайтын қалған заттар, олар радикалдар болып есептеледі. Бізде радикалдар екінші және үшінші көміртектерде орналасқан. Сонда бұл қосылыста номенклатура бойынша, халықаралық номенклатура бойынша атайтын болсақ, 2,3-диметилпентан деп аталады. Және осы жерде айта кетейік, көміртектерді номерлеу радикалға жақын жақтан бастап саналады. Не үшін біз диметил деп жатырмыз? Себебі бізде метил радикалынан 2 штугы бар, екеу екен. Келесі қосылысымыз бізде номерлеуді бастау үшін ең ұзын тізбекті таңдап аламыз, одан кейін радикалға жақын жақтан бастаймыз. Бұл жақта сол жаққа жақын, сондықтан сол жақтан бастап көміртектерді санадық. Бұл жерде радикал, бізде екінші көміртекте 2 радикал бар екен, үшінші көміртекте тағы да бір радикалымыз бар, Сонда бұл қосылыстың атауы 2,2,3-триметилпентан. 3 радикал болғандықтан триметил деп атап жатырмыз. Және екінші көміртекте екеу болғандықтан 2,2 деп бірнеше рет қайталадық. Келесі Б жағдайында дәл жаңағында ең ұзын тізбек таңдап аламыз. Бұл бізде тігінен тұр екен. Және номерлеуді радикалға жақын жақтан бастаймыз. Сол жақтан бастап номерледік. Негізгі тізбекте 6 көміртек бар. Ал екінші көміртекте және үшінші көміртекте біздің радикалдарымыз орналасқан. Бұл қосылыстың атауы 2,2,3-триметилгексан деп аталады. Енді мына В жағдайына қараңыздаршы. В жағдайында радикал оң жаққа жақын тұр, сондықтан біз оң жақтан бастадық. Және де екіншіден ең ұзын тізбек таңдап алдық. Бұл жерде ең ұзын тізбек қалай болып тұр екен? Бүйтіп басталады, дағыны төмен қарай түсіп, тағы да кетеді. Сонда негізгі тізбекте бұл жерде 9 көміртек бар. Ал радикалдар екінші көміртекте және төртінші көміртекте орналасқан. Бұл қосылыстың атауы 2,4-диметил-нонан деп аталады. Ары қарай 6-шы тапсырма. Келесі қосылыстардың құрылымдық формулаларын жазыңдар дейді. Біздің бірінші қосылысымыз 2,2-диметилпропан.
2 диметил пропан. Ең әуелі біз пропанды жазып аламыз. Пропанды жазып аламыз. Одан кейін барып екінші көміртекке метил радикалдарын орналастырамыз. Жалпы көміртек 4 валентті болғандықтан көміртектің жанында 4 байланыс болу керек. Мына жерде көріп отырғанымыздай көміртектің жанында 4 сутегісі болады. Яғни бұл дегеніміз 4 байланыс болу керек деген мағынаны білдіреді. Яғни бір сутектің орнына көміртек келетін болса, онда мына жерде 3 сутек деп жазасыздар сіздер. CH3 деп жазасыздар. Жалпы көміртектің жанында 4 байланыс сызығы болу керек қой. Соны жазуды білсеңіздер, формуланы қатесіз жаза алатын боласыздар. Келесі екінші қосылысымыз 3 метил 3 этил пентан. Бұл жерде пентанның қаңқасын сызып аласыздар. Пентан десе, ол жерде 5 көміртек. Сосын үшінші көміртекте метил радикалы бар екен, этил радикалы бар екен. Келесі қосылыстар 2 5 диметил гександікін жазып көрсеттім, және 2 3 4 триметил пентанның формулалары жазылған. Сұрақтарыңыз болса, жазып қойсаңыздар болады. 9-шы тапсырма этан мына заттардың қайсысымен әрекеттеседі дейді. Этан бұл жерде броммен және оттекпен әрекеттеседі. 7-ші сұрақ қалып кетті. Мына жерде шахталардағы метанның пайда болу сезім мүшелері арқылы білуге болады ма дейді. Сезім мүшелері арқылы біле алмаймыз, себебі оның иісі жоқ, түссіз болып келеді. Қаныққан көмірсутектерге қандай реакция типтері тән, олар қандай жағдайларда оңай жүреді дейді. Қаныққан көмірсутектерге тек қана орын басу реакциясы тән, және жарықтың көмегімен өршіткіннің қатысында реакция тезірек жүреді. Не үшін тек қана орын басу реакциясы тән? Себебі олар уже қанығып тұр, оған ешқандай нәрсені қосып алып керек жоқ. Сондықтан да орын басу реакциясына ғана түседі. Енді мына жерде броммен әрекеттеседі. Жаңағы айтқанымыздай, бұлар қаныққан болғаннан кейін этанның құрамында 6 сутек бар, бір сутектің орнына бром келеді. Яғни бір сутектің орнын бром атомы басып жатыр. Нәтижесінде бізде С2H5 бром және H бром түзіледі. Бұл затымыз біздің брометан деп аталады. Жүру жағдайы сонда бұл жерде орын басу. Ал оттекпен әрекеттескен кезде көмірқышқыл газымен су алынады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаңыздар. Мына айналымдарды жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. А жағдайында этаннан көміртек алу керекпіз, одан метаннан көміртек 4 оксидін алу керекпіз. Ал Ә жағдайында кальций карбонатынан көмірқышқыл газын, одан иіс газын, метанды алу керекпіз. Метаннан бромметанды, ал бромметаннан дибромметанды алу керек екенбіз. Барлығын сіздерге жазып қойдым. Пропанның толық жану реакциясын жазыңдар. Пропан мен ауаның қандай көлемді қатынастары қопарылыс беруі мүмкін дейді. Пропанның формуласы С3H8, ол жанған кезде, толық жанған кезде көмірқышқыл газымен су алынады. Көміртектің массалық үлесі 82,21% болатын көмірсутектің сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 57-ге тең. Заттың формуласын тауып 3 изомерінің формуласын жазыңдар дейді. Есептің берілген жазайық. Бұл жерде белгісіз көмірсутектің сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 57-ге тең екен. Яғни салыстырмалы тығыздығы Д деген әріппен белгілейміз, 57-ге тең. Сол жердегі, сол қосылыстағы көміртектің массалық үлесі 82,21% құрайды. Осы жерден біз қандай көмірсутек екендігін табуымыз керек. Ең әуелі формуланы пайдаланамыз. Д тең М1 бөлінген М2 деген салыстырмалы тығыздықты пайдаланамыз. Осы жерден М1-ді тауып алайық. М1 табу үшін Д-ны М2-ге көбейтеміз. Д деп отырғанымыз ол 57, ал М2 деп отырғанымыз сутектің молекулалық массасы. Сонда белгісіз затымыздың молекулалық массасы 114-ге тең екен. Ары қарай біз не істейміз? Ары қарай сутектің массалық үлесін тауып аламыз. Ол үшін 100%-дан 82,21% азайтатын болсақ, 17,79% шығады. Әрмен қарай біз осы массалық үлестерді атомдық массаға бөлеміз. Сонда қатынастар 6,85 пен 17,79-ды құрады. Ең кішісіне 6,85-ге бөліп тастаймыз. Сонда 1/3-ке қатынасы болды. Ол дегеніміз CH3. Енді біз не істейміз? N-ді табу үшін молекулалық массасын, яғни 114-ті 15-ке бөліп
бөлеміз, сол кезде 7,6 жуықтағанда 8 шығады екен. Яғни біз n-ді таптық. n бізде 8-ге тең. Сонда біздің белгісіз қосылысымыздың формуласы көмірсутектің С8H18 болып тұр. Ол қалай десеңіздер, формулаға салып көрейік, біздің қаныққан көмірсутектердің жалпы формуласы CnH2n плюс 2. Сол жердегі n-нің орнына 8-ді қоямыз. n-нің орнына 8-ді қойсақ, біздің формуламыз С8H18 болып шығады. n-нің орнына 2-ні қоямыз. 2-ні 8-ге көбейтіп, оған 2-ні қосамыз ғой. Яғни сіздерде осындай есеп берілсе, осылай шығарасыздар. Ең бірінші біз CH3-ті тауып алдық, одан кейін жаңағы 114-ті CH3-ті молекулалық массасына бөлген кезімізде n санын анықтап таптық. Армен қарай изомерлерін жазатын болсақ, бірінші изомер ол нормаль октан, яғни барлығы бір тізбектің бойына орналасқан. Екінші изомері 2,3 диметилгексан. Яғни негізгі тізбекке 6 көміртекті қалдырдық та, екеуін радикал қылып жібердік. Ал үшінші изомерінде біз негізгі тізбекке 5 көміртекті қалдырып, қалған үшеуін радикал қылып жібердік. Екінші есеп жарықта 0,6 моль хлор мен 15,68 литр қалыпты жағдайда этанды араластырғанда түзілген хлор этанның масасын анықтаңдар дейді. Берілгендерін жазып қойдық. Реакция теңдеуін жазатын болсақ, этанға хлорды қосамыз, хлор этан алынады. Берілгендерін жазамыз. Этанның үсті 15,68 литр, асты 22,14, хлордың үсті 0,6 моль, асты 1 моль. Енді x деп хлор этанның массасын табу керекпіз. Бізде екі вариант бар. Біреуі этанмен шығару, немесе хлормен шығару. Қайсысын пайдаланамыз? Ол үшін екеуінде зат мөлшерін табамыз. Зат мөлшері этандікі 0,7 моль шықты, ал хлордікі 0,6 моль шықты. Сонда бұл жерде ең азы хлор бойынша есепті шығарамыз. 0,6 мольді көбейтеміз 64,5-ке, оны 1-ге бөлетін болсақ, 38,7 грамм болады. Бром метанға хлор сияқты әсер етеді. Метаннан брометан және брометаннан диброметан алудың реакция теңдеулерін жазыңдар. Егер реакция нәтижесінде 0,15 моль брометан, 17,4 грамм диброметан түзілсе, неше грамм бром реакцияға түскенін есептеңдер дейді. Реакция теңдеуін жазайық. Ең әуелі метанға бромды қосу арқылы бром метан алып аламыз. Және де осы алынған бром метанға тағы да бром қосу арқылы дибром метан аламыз. Енді берілгендерін үстіне жазып қояйық, өздеріңіздер жазып алыңыздар. Алынған бром метанның зат мөлшері 0,15 моль. Және алынған дибром метанның массасы 17,4 грамм. Енді осы берілген мәндер бойынша реакцияға қатысқан бромның массасын таба алады екенбіз. А жағдайында, бірінші реакциядан x1 деп бромның массасын тауып алайық. Бромның молекулалық массасы 160, 160-ты көбейтеміз 0,15-ке, 1-ге бөлсек 24 грамм шығады. Ал енді x2-ні табайық. 160-ты көбейтеміз 17,4-ке, бөлеміз 174-ке, 16 грамм шықты. А жағдайында 24 грамм, Ә жағдайында 16 грамм бром реакцияға қатысқан екен. Міне достар, осымен үй тапсырмасы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәттілік.